Барлығына сәлем. Бүгін сіздермен біз 4 түрлі чизкейкті жасап үйренетін боламыз. Жалпы 2 чизкейктің қамыры бізде бірдей болады. Бұл жерде біз песочный тестаны дайындайтын боламыз, ал мұнда шоколадный песочный тесто, яғни екеуінен де печенье жасап алып, пісіріп, сосын майдалап, осы чизкейкке қолданатын боламыз. Чизкейкті біз пісіру үшін осындай кольцо қажет болады бізге, раздвижное кольцо. Мына жерде мен 3 кольцоны дайындап қойдым. Енді қазір сіздерге біреуін дайындап көрсететін боламын. Ол үшін бізге осындай раздвижное кольцо қажет болады. Мен қазір чизкейктің барлығын 18 диаметрде пісіремін. Астына бізге фольга қажет, сосын пергамент қырқып аламыз осылай думалап. Сосын осындай кардон қажет болады. Кардонның да диаметр 18 сантиметр. Кардонды фольганың үстіне қоямын, оның үстінен пергаментті қоямын. Пергаменттің үстінен 18 диаметрлік кольцоны қоятын боламыз. Кольцоны пергаменттің үстіне қойғаннан кейін менде кольцо 18 диаметрді онша жақсы ұстамайды, сол себептен мұнда шетіне кішкене қағазбен қысырып қоямын. Енді жақсы ұстады. Енді жай ғана фольганы шет-шетінен қайырып шығамын. Біздің кольцо дайын. Астында кардон тұр, бетінде пергамент тұр. Осының бетіне біз песочный тестаны сосын жайып шығатын боламыз. Бізде бұндайдан 4 кольцоны, 4-еуінде дайындап қойдық. Енді біз песочный тестаны дайындайтын боламыз. Алдымен осы песочный тестадан бастаймын. Бұл жерде біз 2 чизкейктің порциясы бізде граммдардың барлығын астына жаза кететін боламын. Менде қазір сарымай тоңазытқышта тұр. Сарымай барынша салқын болу қажет, бірақ қатты мұздай болмау қажет. Мен қазір енді сарымайды холодильниктен шығарып, сосын қосатын боламын. Мен сарымайды алып келдім, тоңазытқыштан шығардым. Енді қараңыздар, қателеспеу үшін мұндағы заттардың барлығы бізде бұл шоколадный тестаның заттары. Бұл жерден де 2 порция шығаратын боламыз. Мына жерден 2 порция шығады. Сонымен бізде жалпы 4 чизкейк болады. Бірақ мен рецепттің астына, егерде сіз 1 чизкейк жасайтын болсаңыз, қандай мөлшерде ингредиенттерді қолданатыныңызды жазып кететін боламын. Енді мұнда бізде ұн, сарымай бізде кішкене салқын, сосын миндальный мука, мұнда сахарная пудра және жұмыртқа. Барлығын граммын осы видеоның астына жаза кететін боламын. Енді біз кішкене тұз және разрыхлитель қоссақ та болады, қоспасақ та болады, бірақ мен үнемі екеуін қосып қолданамын. Енді ең алдымен менде мұнда оның үстінен миндальный мука салам. Миндальный мука кез келген кондитерлік дүкендерде сатылады. Миндальный мука, енді оның үстінен сахарный пудра қосам. Сахарный пудраны қантқа ауыстыруға болмайды, тек қана сахарный пудра болу қажет, өйткені кәдімгі қант қосатын болса, қант ерімей қалып кетеді біздің печеньеміздің ішінде. Енді осының үстіне сарымай қосамын. Сарымай бізде салқын болу қажет. Сарымай және 1-2 шымшым тұз және кішкентай азын-аулақ разрыхлитель қосып жіберемін. Осылай саусақпен кішкенесін аласыздар, қосасыздар. Бұл жерде тіпті граммда шықпайды. Енді осының барлығын араластырамыз. Сарымай барлығы бірге араласып кеткеннен кейін барып жұмыртқаны қосатын боламыз. Мен қазір мұна ыдыстағы ұнды және барлық заттарды мұна үлкенде ыдысқа ауыстырдым, өйткені кішкентай ыдыста қолмен араластырған кезде шет-шетіне төгілді, сол себептен үлкен ыдысқа ауыстырдым. Енді бізде осылай барлығы араласып кетті. Сарымайданы қамырға еніп кетті. Мына арасында ешқандай сарымай жүрген жоқ. Енді осының үстіне жұмыртқаны қосып жіберіп, барлығын жақсылап қолымызбен мыжатын боламыз. Бізде қамыр дайын болды, міне барлығы осылай бір-біріне бірігіп кетеді. Көп қолмен илей берудің қажеті жоқ, өйткені біз қолдың ыстығыменен мұндағы сарымайды ертіп жібереміз.
ерітіп жіберсек, онда біздің печеньеміз дұрыс шықпай қалады. Енді біз қамырды қазір мен пергаментке қойып, мына оқтаумен барынша жұқа етіп жайып шығамын. Қалыңдығы шамамен 3-4 мм болуы қажет. Және осы сәтте біз печканы 160 градуста қыздырып қоямыз. Осындай жұқалықты жайып, қазір енді қызып тұрған печкаға 160 градуста 15 минут аралығында пісіріп аламыз. Енді қыздар, бұл бізде шоколадный песочный печенье болады. Тестасына біз какао қосқаннан кейін бізде шоколадный болып шығады. Бұл жерде де тура жаңағы біздің ингредиенттер, тек қана какао қосылған. Заттардың граммдарын барлығын видеоның астына жазып кететін боламын. Сармайды қазір ғана холодильниктен шығардым. Сармайым менде салқын болып тұр. Бұл біріншіден, енді ең алдымен құрғақ заттарды қосып шығамыз. Онда бізде ұн, сармайды қазір ғана тоңазытқыштан шығардым. Сахарная пудра, миндальная мука, какао, разрыхлитель менен тұздан азғантай ғана қосамыз, көп қоспаймыз. Тіпті граммға да жетпейді бұлардың қосындысы. Және жұмыртқаны соңынан қосатын боламыз. Так, алдымен разрыхлительден кішкене осылай 1-2 шым-шым қосамын. Сосын бізде тоз, бұдан да 1 шым-шым қостым. Какао, сосын миндальная мука, сосын сахарная пудра және сармайды қосып жеріп, бұны да тура жаңағы тесто сияқты қолменен илеп шығамыз, сармайлары ерігенге дейін. Яғни тестоға еніп кеткенге дейін. Тестоға еніп кеткеннен кейін үстінен жұмыртқаны қосып жереміз де барлығын илеп пісіріп алатын боламыз жайып. Сармай және басқа да заттар барлығы араласып кетті міне ұнға. Енді барлығы араласып кеткеннен кейін бұған да жұмыртқаны қосамыз да қамыр ретінде илейміз. Және көп араластырудың қажеті жоқ, өйткені жаңағындай қолдың температурасымен қамырдың ішіндегі сармайды ерітіп жібермеу қажет. Қамыр бір-біріне бірігіп бастағаннан илеуді тоқтатамыз да пергаментке жайып бастаймыз. Бұл қамырымызды тура жаңағы бірінші жасаған қамыр сияқты пергаменттің үстіне жайып шығамын. Қамырды жайып шықтық, енді тура осылай 160 градуста 15 минутта пісіріп аламыз. Қыздар, бізде 2 тестада пісіп шықты. Енді осыны блендердің көмегімен жеке-жеке майдалап шығамыз. Қыздар, мен жаңағы пісірген біздің кождарды осылай ұнтақтап алдым блендердің көмегімен. Екеуінде де шоколадында да, енау біздің обычный песочный печеньемізді да екеуін бірдей ұсақтап алдым. Мінекей, енді бұл екеуін біз қазір мыналарға бортик жасап ішіне салып шығатын боламыз. Ол үшін кішкене жабысу қажет бір-біріне. Сол себептен біз сүт пен сармайды қосамыз. Мұнда граммдардың барлығын астына жаза кетемін. Сүт және сармайды ерітілген күйінде де, мұнда да тура екеуінің граммдары бірдей сүт және сармай. Енді бірінші қазір осыдан бастаймын. Алдымен сармайдан азын-аулақ қосам. Және сүттен азын-аулақ қосам. Және осы екеуінің барлығын бірге араластырып аламыз. Барлығы бірігіп кеткеннен кейін барып, сүт пен майдың келесі бөлшегін қосатын боламыз. Барлығы араласты, енді қалған сүт пен сармайды қосып жіберемін. Осымен міне дайын болды. Бір-біріне осылай бірігіп жатыр. Қазір біз кольцоға осыны қойып шығатын боламыз. Алдымен мына енді шоколадный кождарымызды бөлтіріп алайық. Бұған да тура солай алдымен кішкене сүт қосамын және сармай қосамын. Барлығын бірге араластырып аламын. Араласып болды, енді май және сүт.
Енді қыздар, қалай жасаймыз? Қазір мынау кальцоның ішін барлығын біз кожаға толтыруымыз қажет болады. Бізде мұнда мынау 2 кальцомыз осы шоколадның тестамен шет-шетін барлығын бортиктарын шығарамыз. Бірінші сосын ортасынан салатын боламыз. Осы тестаны біз осы қамырды теңде 2-ге бөлуіміз қажет болады. Мына бір бөлшегінен бастайық. Бірінші осылай қолымызға қысып аламыз да, мына кальцоның шет-шеттеріне бортиктарын жасаймыз ең алдымен. Енді ішіне салатын боламын қазір. Мұнда кожаның барлығын салып болғаннан кейін, осылай кәдімгі қасықпенен шет-шетін барлығы тегістеп шығамыз. Астында және мына жердегі бортиктердің үстінде осылай қасықтың көмегімен тегістеп шығамыз. Әсіресе мұнда астын бізде чизкейкті кескен кезінде әдемі көріну үшін, асты 4 бұрышлы болып тұру үшін осылай қасықпенен асы мен бортигін бұрыш-бұрыштарын барлығын осылай мен тегістеп шығамын. Осымен біз барлығын кальцоға енгізіп шықтық, қамырдың барлығын. Енді қазір біз үстіне құятын начинкамыз дайын болғанға дейін біз осы 4 кальцоны да морозилкаға жібереміз. Начинкалар дайын болғаннан кейін барып морозилкадан алып шығып, үстіне құйып бастаймыз. Енді бізге чизкейктің ішіндегі начинкасын жасау қажет болады. Ол үшін бізге осындай крем-чиз немесе творожный сыр болады. Сосын қант, жұмыртқа, мұнда бізде ванильный сахар, сосын крахмал және сливки 33%. Граммдарын барлығын астына жазып кетемін. Қыздар, алдымен біз крем-чиздің 3/1 бөлігін кухонный комбайнға салып араластыра бастаймын. Мұнда қантты, ванильный сахарды барлығын бірге араластырып аламын, құрғақ заттарды. Қант пен ванильный сахар және крахмалды осында қосып жіберемін. Енді крем-чиздің мен 3/1 бөлігін мұнда кухонный комбайнға саламын. Кухонный комбайнда менде осы лопатаны қолданамын, насадка лопатканы қолданамын. Кейін барып крем-чизді айналдырып болған соң барып венчикті салатын боламыз. Крем-чиздің 3/1 бөлігін кухонный комбайнға салдым. Енді осының үстінен жаңағы ванильный сахар барлығын араластырып, қант барлығын, соның азғантай бөлшегін саламын. Енді барлығын бірге араластырып бастаймыз. Комбайнның мен ең төменгі жылдамдығына қоямын. Барлығы араласты, сахар, крахмал, құрғақ заттардың барлығымен араласып кетті. Енді крем-чиздің тағы бөлшегін қосамын. Жалпы кремді осылай 3 бөлікке бөліп жасап аламыз. Енді венчикқа ауыстырамыз. Венчикті салдым, енді біртіндеп жұмыртқаны құя бастаймыз. Жұмыртқаның құйылған бөлшегі араласып болғаннан кейін барып, келесі бөлшегі құятын боламыз. Тура осылай жұмыртқаны 3-4 бөліп құямын.
Қыздар, енді сливкидің барлығын құйып болғаннан кейін миксердің ең жоғарғы жылдамдығына қойып қатты айналдырамыз. Шамамен 2-3 минут айналады. Бізде начинка кішкене қоюлануы қажет. Қыздар, бізде енді начинканың консистенциясы осындай болады. Қоюлығы қатты сұйық емес, қатты қою емес, тура осы видеодағындай күйде болу қажет. Енді қыздар, біз жаңағы жасаған ішіндегі начинканы мен 8 бөлікке бөліп алдым. Мұндағы 4-еуіне біз қазір начинкаларды қосатын боламыз, қоспаларда. Ал мынау бізде 4-еуі, бұл тура осылай ақ күйінде қалады. Бұл бізде бетіне құятын боламыз. Қазір оны көрсете кетем. Алдымен мынау 4-еуіне осы 4 начинканы біртіндеп қосып араластырып шығамыз. Мұнда менде малинаның пюресі. Мен замороженный малинаны жай ғана қайнаттым да, сосын блендерден өткізіп жібердім. Так, менде мұнда шоколад, бұл жерде 70 грамм шоколад, ал малина мұнда 50 грамм. Сосын мұнда вареная сгущенка, бұл жерде де 70 грамм. Сосын фисташковый мука, бұл жерде 50 грамм фисташковый мука. Енді барлығын араластыра бастаймыз. Так, алдымен малина менде жаңа ғана қайнаттым, сол себептен кішкене жылы болып тұр. Бұл суи берсін, оған дейін шоколадты қосамын. Так, шоколад. Мұнда вареная сгущенка. Сосын фисташка. Және соңынан малинаны араластырып жіберемін қазір. Малинаны араластырып алайын. Бізде малинаның түсі қатты қанық шықпайды, пісіп шыққаннан кейін де. Сол себептен де көп кондитерлер ішіне кішкене қызыл краситель қосып жібереді. Сонда бізде піскен кезінде мынаның түсі қызыл болып, насыщенный болып шығады. Сол себептен де менде 1-2 тамшы қызыл краскадан тамызып жіберемін. Малина дайын. Енді шоколадты араластырамын. Так, шоколад кетті, енді вареная сгущенка. Фисташка муканың орнына фисташка паста қоссақ та болады. Және бұл жерде де біз фисташканың түсін кішкене шығару үшін, кескен кезінде түрі әдемі көріну үшін кішкене жасыл краситель қосып жібереміз. Сіздер қоссаңыздар да болады, қоспасаңыздар да болады, өздеріңіздің қалауларыңыз бойынша. Начинкам барлығы дайын болды. Енді песочный тестадан жасаған бортиктарға құйып шығамыз. Мұнда шоколадный песочный тестадан жасалған бортиктер, а мұнда светлыйлары. Енді шоколадның біреуіне фисташканы, біреуіне шоколадты құямыз, светлыйдың біреуіне малинаны, біреуіне вареная сгущенкамен құямыз. Енді үстеріне ванильный начинканы құйып шығатын боламыз. Ол үшін бізге осындай кондитерский мешокқа құйып алу қажет. Өйткені жаңағыдай қасықпен құятын болсақ, астындағы мен үстіңгі начинка бір-біріне араласып кетеді. Енді осылай құйып шыға беремін. Так, бетін барлығын қасықпен тегістеп шығам. Так, енді қыздар, қайсының начинкасы қайсында екенін шатастырып алмау үшін мен осындай қағаздарға жазып алдым, қазір жандарына қыстырып шығам. Так, бізде малина мұнда. Сосын шоколадный фундук бізде мұнда.
және шоколад. Шоколад мына жерде, және вареная сгущенка мында. Барлықтарын қағаздарын мында фольганың ішіне салып қойдым. Қазір пісіп шыққаннан кейін шатастырып алмау үшін. Біз барлығын осылай бірге астына сетка қойып пісіретін боламыз. 120 градуста 1,5 сағат пісіреміз. Және пісірген кезінде менде асты үсті қызатын, яғни конвекция емес, кәдімгі верх-вниз режимге қойып пісіреміз. Және бұны қазір духовкаға қойған кезде ортасына қоямыз да, және духовканың ең астыңғы бөлігіне қайнаған су құйып бір ыдысқа қойып қоямыз. Яғни біздің печкамыздың іші кішкене буланып тұруы қажет, солай пісу қажет болады. Сонда жақсы пісіп шығады. Мысалы, кез келген противенға немесе кез келген темір ыдысқа қайнаған су құйып астына қойып қоясыздар. Солай 1,5 сағат уақыт тұрады. Енді біз чизкейктің бетіне су оған соң прослойкасын жасауға тура келеді. Ол үшін енді бізге нелер қажет? Мұнда менде малинаның пюресі, қант, су, желатин екеуін бірге араластырамыз. Қазірден салып қоямын, өйткені кішкене уақыт алады бізде желатин. Су мен желатин және крахмал менен су. Бұл енді біздің келесі тортымыздың прослойкасы. Мұнда жай ғана шоколад пенен сливки. Бұл да келесі чизкейктің прослойкасы. Мұнда сары май, қант, мұнда желатин және су, мұнда апельсиннің пюресі және бір жұмыртқа. Мұнда карамель. Бұл басқа чизкейктің, 4-ші чизкейктің үстіне құйылатын прослойкасы. Мен карамельдің жасалу жолын сосын астына жаза кететін боламын. Видеосының сілтемесін қалдырып кетемін. Енді қыздар, алдымен бізге мына малинаның прослойкасын жасау қажет болады. Ол үшін осындай бір сотейник аламыз, яғни тостақ аламыз. Онда малинаның пюресін салам. Қант. Екеуін араластырып алайын, қант екеуін. Малина мен қантты салдым. Енді осы екеуін қазір біз отта қайнатамыз. Отта қайнатып жатып, крахмал менен суды араластырамыз. Қазір мен крахмал менен суды араластырып қоям қазірден. Крахмал менен суды алдын ала осылай араластырып аламыз. Малина мен қантты қайнатамыз да, қайнап жатқан кезінде үстінен қосып жібереміз. Сонымен дайын болады. Енді қыздар, біз жаңағы малинадан жасалған бетіне начинканы жасайтын боламыз. Мен мынау жаңағы желатин мен суым уже дайын болды. Негізі бұл желатинға қарағанда мындай листовой желатиндар ыңғайлы болады. Мен қазір осыны қолданатын боламын. Егер де сіздерде бұндай болмаса, сіздер мен көрсеткен жолменен желатинді осылай жұмсартып алып, сосын малинаны қайнатып, сол кезде үстінен қосып жіберсеңіздер де болады. Ал егер де мынадай желатинді қолданатын болсаңыздар, онда қазір бұны ораймыз да. И мұнда менде ыдыста 150 грамм су. Соған осылай батырып қоямын. Так, желатин дайын болғанша біз мұндағы малина мен қантты отқа барып қызытам, яғни қайнатам. Қайнағаннан кейін барып осында әкеліп, үстіне желатин менен жаңағы крахмалмен араласқан суды қосатын боламыз. Малина мен қантты осылай қайнатып келді мен. Енді осының үстіне желатинді қосып жіберемін. Желатинді судан сығып алам. Қосып араластырам, сонда желатин еріп кетеді ішінде. Енді осының үстіне крахмалды суымызды қосамыз біртіндеп. Осымен бізде начинкасы дайын болды. Бетіне қазір осыны құямыз. Енді біз чизкейктерді алмастырып алмау үшін мен әрқайсысына осылай жазып қойған болатынмын. Қайсының бетіне қандай начинка құйылатынды, мысалы, мұнда шоколадный, ішінде асты шоколадный, бізде чизкейктің жартысы шоколадный, жартысы ванильный, және бортиктер шоколадный. Бұған біз бетіне апельсиннен жасалған начинканы құятын боламыз. Сосын мұнда бізде ішіне вареная сгущенка қосылған, бортиктары светлый, біз бұған малиновый прослойканы құятын боламыз. Ал мұнда ішінде бізде фисташковый, начинка фисташковый, бұған біз шоколадный начинканы құямыз бетіне.
прослойканың точнее. Ал мұнда бізде ішінде, қазір айтам, ішінде малина екен, бізде бұған біз карамель құятын боламыз. Бұл жерде бізде чизкейкте светлый бортиктар и ішіндегі начинкасы вареный сгущенкамен араласып жасалынған. Осының бетіне қазір прослойкасын малинамен жасалған прослойканы құямыз. Бұл чизкейкті енді тура осылай тоңазытқышқа жібереміз. Тоңазытқышта кемінде жарты сағат тұру қажет. Қыздар, енді бұл біздің екінші чизкейкіміз. Бұның бетіне біз карамельді құятын боламыз. Прослойка бізде карамель. Енді осы бетіне карамель құямыз. Осылай тоңазытқышқа жібереміз, беті қатқанға дейін. Так, енді біз апельсинді прослойканы жасайтын боламыз. Ол үшін апельсиннің пюресі. Және бұған да қант қосамыз. Және осын бірге қайнатамыз қазір. Сармаймызды. Және тура жаңағындай малинадан жасалған прослойка сияқты бұл жерде де желатинді осылай орап суға салып қоямын. Бізде су салқын су. Біз апельсин, сармай, қант үшеуін қайнатамыз. Мынау апельсин қайнап шықты. Енді осы су қалмай жатып, желатинді сығып ішіне салып жібереміз. Апельсин ыстық болғаннан кейін желатин бірден еріп кетеді ішінде. Енді бұны да тоңазытқышқа жібереміз. Енді бұл біздегі ең оңай, ең қарапайым бетіне құятын начинка болады. Бұл жерде жай ғана сливки мен шоколад болады. Тура вупипайдың бетіне жасалынатын ганаш сияқты. Сливкиді, сосын шоколадты екеуін бірге газда жай ғана ерітеміз, ерітіп тұрып, чизкейктің бетіне құйып жібереміз. Болды сонымен. Қыздар, енді мынау бізде соңғы чизкейк. Бұл жерде начинка енді бізде шоколадный болады. Қазір кольцодан ажыратып алайын. Енді жаңағы мына сливки мен шоколадты ерітіп алып, соны құямын үстіне. Болды, енді бұны да тоңазытқышқа жібереміз. Қыздар, біздегі 4 чизкейкте тоңазытқышта менде 2 сағат тұрды. Енді қазір барлығын кесемін, сонымен бетін оформление жасайтын боламыз. Оформлениеға кез келген фрукт, шоколад қолдана бересіздер. Енді чизкейкті кесетін болсаңыздар, сіздер ыстық пышақпен кесулеріңіз керексіздер. Осылай мен сияқты ыстық суға пышақты батырып қойсаңыздар, бірден қызиды пышақ. Қызып тұрған пышақпен чизкейкті кесетін болсаңыз, барлығы ровно болып, түзу, тегіс болып кесіледі.
Қыздар, 4 чизкейкті осылай микс қылып кесіп шықтым. Енді бетіне фруктыларды қоямын. Сіздер де бетіне еш нәрсе қоймай қойсаңыздар да болады, немесе клубника, киви, кез келген шоколад, апельсин қойып, өзіңіздің қалауыңыз бойынша бетін әрлеп шықсаңыздар болады. Қыздар, осымен біздің ассорти чизкейкіміз дайын. Рецепттер сіздерге ұнады деген ойдамын.